Мен бүгінгі өзімнің мына туып тұрған бөденелерімді көрсетуге сіздерге тағы бір видео аштым. Мен таңертеңсінде осылардан бір 20-ның үстінде жұмыртқа жинап кеттім. Мен кешке жақын кетсем, тағы да осылай жиналып тұр. Осыларға қан ауыстырып, ақ серебристый феникстен еркектерін салдым. Міне өздері сары золотистый феникстер. Мен серебристый ақ түстіден аталықтар ауыстырдым, басқа ханнан әкеліп салдым. Сондайдың 7 аталық салдым ішіне. Қазір мұның ішінде 24 па аналық тұр. В общем, 4-ке бір қылып салдым ғой. Негізі 3-ке бір қылып салса, инкубацияға өте жақсы болады дейді. Бірақ атештер маза бермей қояр деп, примерно 4-ке бір қылып салғаным. И мына астыда да дәл солай. Мына ақтар серебристый феникс они тұрғандар, солар еркектер. Ал сарылар золотистый феникс аналықтар, аналар аталықтар. В общем, 100% неге жұмыртқа беріп тұр. Қазір 57 күн. Бұлар бірінші 42 күннен бастады жаймендеп, сосын жеміне де байланысты болар деп ойланып қалдым. Жылылыққа да. Менде қазір газ плита қосылып тұр постоянно. Күнде жылыды. Сон жылығасында жақсы туып жатыр 100%. Плюс үште жемдерінде бөдененің өзінің қымбат жемдеріне ауыстырдым. Басында енді бірінші бастағанда кішкене қымбат жемге оңай болмайды. Қазірдің өзінде де сол 5 қаптың өзі солай 54 мыңға ма сондайға шығып тұр ғой. Анау молодняктар, ана жақта да молодняктар тұр. Олар да бұйырса сол жақсы өзінің жемімен тұрса, неке мыналар да молодняктар, техастар. Онда олар 35 күнде бұйырса жұмыртқаға ертерек кіреді екен. Жемінен экономдасаң кешірек кіреді екен, ал жемінен экономдамай қымбат өзінің жемін берсе, ертерек береді екен. Енді мен жаңа бір жерден осылардың жемін, комбикормды жасау жолында көрдім. Соны бұйырса солай жасап та көрем. Сонда выгодно, тиімдірек болама, соны сіздерге айтып көрсетем. Оған жандай рыбокосный мука керек, кукуруз керек. Мына жерден жаңадан аталықтар салып едім, шулап кетті ғой. Мынаның әлі жем салғышы мен су құйғышы дайын болмай, соны қолдан жасап беріп еді. Кеше күйеуім 2 этаж. Сон пока осылай тұр. Жаңа айтатқан осылардың жемдеріне құрамында кукуруз, семечки керек, шемішкі май қоспасаң семечкидің өзі керек, или болмаса жандай кунжутный бірдеме деген болады екен. Лучше семечки дей берейінші. Семечки, кукуруз, сечка керек, арпа. Сосын рыбокосный мука керек, бор қосу керек. И тағы не көрдім? Жаңа люцерна. Жоңышқаның андай люцернаның қап-қатты несі дән түрлері болады, пристеп қойған. Сол керек екен. Соның бәрін неден өткізу керек, дробилкадан солай жасайды екен. Оны да жасап көреміз бұйырса. Солай арзанырақ, солай тиімдірек шықса, мен сіздерге ол жолды да көрсетем, айтам есептеп. Пока мен сіздерге осы барымен обзор жасап жатырмын. Мінекей жоғарыда су бар. Мынада поилкасы, кормушкасы бәрі бар да, аналардікі әлі дұрыс толық жасалмаған болып тұр ғой. Сол. Сосын мына жақ тұрған мен феникс молодняктар. Мына жерде аталыққа жаңа аталықтар әкеліп қойдым. Неке сетін жақса, мен осыларды бір тексеріп шығам. Артығы болса етке жерім. Етіне заказ менде жақсы түсіп жатыр. Келісі 4000 теңгеден сатып жатырмын. Аллаға шүкір. Сойғандай алып кетіп жатыр. Сол, мен жұмыртқа пока қатты сатып жатқан жоқпын. Жұмыртқаны балдар жеп қояды. Оған да заказдар түсіп жатыр. 100-200 қыстың кезінде жылы қора көп ешкімде жоқта. Жұмыртқаға заказ тоже өте көп екен. Мен ол заказдарды алмай жатырмын. Себебі мен оған жеткізе алмай жатырмын. Мына не? Етке түсіп жатыр заказ. Өзімнің ол еще маркетингке де байланысты. Менде Instagram, осы YouTube каналым бар, блог жүргізем, плюс TikTok бар, ашылды осыларға арналған. Соның арқасында пока таргет салып жатқан жоқпын. Соның арқасында өзімнің таныстарым алып жатыр. Ең бірінші бизнес тең рекламаға дейді ғой, міндетті түрде реклама керек, маркетингтік ход. Сол арқылы ғана сенде осы бөдене барын естіп адамдар келеді. Сен үйде отырсаң, тем более мен қаланың сыртында Ту Қызылжарда менен ешкім естіп бөдененің жұмыртқасын етін алуға келмейді. Жандай супермаркетке өткізу, ресторанға, дүкенге өткізу деген вариант тоже маған пока жүрмейді. Мен енді бастаған кәсіп, олардың бәрі менен арзан сұрайды. Оларға
оптовый бағамен арзан керек қой. Маған ол невыгодно. Мынау қоянның клеткасы міне бос тұр, үстінде шамалы бір жас еркектер тұр. Алып тастап бұларға инкубатордан бұйырса бүгін жарып жатыр. Бір 2-3 күн үйде тұрып, мына жаққа феникс нелер келеді. 3-4 күндік балапандар келеді. Бұл жер ыссы 30 күндік. Мына еркектерді қалғаны тексерем, қарап, тоже союға жіберем. Сол кезде осы клеткінің орнына мына жердегі молодняктар түседі да, мына молодняктар тоже орын босатады. Феникстер, мына қыздар кілең орын босатып, бұл жерге жаңағы инкубаторда міне 10 күннен кейін тағы да феникстер шығады, бір 300 солар келеді. Мыналар төменге қарай түседі. Мына жерге свет келсе, мына жер жылы. Былай да бұл жер 25 градусты көрсетіп тұр, анау жоғары 30 градусты көрсетеді. Ана төмен полкілер 10 градус көрсетіп тастайды. Сондықтан бұған шыдамды еркектерді қойып қойдым. Сол, мынаның да төмен полкілер салқын деп, астында 2 ярус, мынаның астында бос тұр. Ана қоянның клеткасы тоже бос тұр. Бұйырса, олар көктем шыға толтырылмаса, әзір міне мынаның астыңғы полкысы да бос тұр. Олар салқын. Сол, бүгінгі обзорым сол. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге қоя беріңіздер. Білгеніммен бөлсем. Мынау датчик, неке датчик төменге қарай түсіп кеткен кезде, төменде 3 градусты көрсетіп тұр, 4 градусты қатты төмен жақ салқын. Сол, жақсы, аман болыңыздар, сұрақтарыңызға жауап берем. Мені қолдап, лайк басып, маған тіркеліп, қоңырауша соғып қойыңыздар. Жаңадан шыққан Будене күнделігінде айтатындарым болса, бірінші болып көріп отырасыздар. Аман болыңыздар.